Наблуси насихаты. Бұл әңгімені ғұлама Мұхаммед Радиб Наблуси әңгімелейді. Хикая «Үйленбей тұрып үйрен» кітабында баяндалады. Дамаск қаласында Уарт мешіті бар. Бұл мешіт Саруджа базарында орналасқан. Мәмлүктер дәуірінен қалған құлшылық үйі. Осы мешітте өте тақуа мүфти қызмет еткен. Ел жұртқа дін құндылықтарын насихаттап, шәкірттерге дәріс берді. Бір күні түсінде ол мүфти ардақты пайғамбарымызды саллаллаху алейхи уассаламды көреді. Әдетте түс көрмейтін мүлде. Пайғамбарымызды саллаллаху алейхи уассаламды анық өңіндегідей көрді. Әз пайғамбар пәленшеге сүйінші айт. Ол менің жәннаттағы көршім деді. Имам таңертең ұйқысынан тұрып, біраз отырып, ойға шомды. Аздап ішінде қызғаныш бар сияқты. Сол сезіледі. Өмірін дін қызметіне арнап еді. Ілім, білім, күн түні шариғатты оқытумен, оны зерттеумен өмірі өтіп жатты. Ал жанағы пәленше болса, оның жамағаты, қарапайым көкөніс сатушысы. Намаздан кейін шақырып алып, әлгі сатушыны, сізге сүйінші хабарым бар деді. Түсімде ардақты пайғамбарымызды саллаллаху алейхи уассаламды көрдім деді. Сізге сәлемдемесі бар, бірақ сүйіншіні бір шартпен ғана айтамын деді. Раббыңа ұнайтын қандай жақсылық жасап едің? Соны айтшы деді. Ол кісі айтудан бас тартты. Имам қолқалап қоймаған соң көнді. Көкөніс сатушысы былай деп әңгімеледі. Мен бір қызбен сөйлесіп үйлендім. Әйелімнің аяғы ауыр екен. 5 айлық екен. Қызды әкесінің үйіне қайтарып жіберсем болар еді. Ол нәрсе менің қолымнан келер еді. Бірақ құпияны ешкімге айтпадым. Әйелімнің қателескенін түсіндім. Ол тәубе етті. 4 ай өтті. Ай күні толып, бала да дүниеге келді. Құндақтағы баланы қолым алып мешітке алып келдім. Жамағат намазға тұрды. Мешіт табалдырығына баланы қойып, өзім де жамағатқа қосылдым. Намаз үстінде бала қатты шырылдап жылай бастады. Намазды бітірер-бітірмес жамағат есікке қарай жүгірді. Мынау бала ғой, біреу нәресте тастап кеткен сияқты, деп кісі жиналып қалды. Мен асықпай барып, тастанды бала болса, мен алайын, бағып қағып өсірем деп алдым. Осылайша әйелімді қарап ет, масқара болудан аман алып қалдым, деген екен. Бұдан түйетініміз, сүрінбейтін тұяқ, жаңылмайтын жақ жоқ. Адамды жаман жолдан құтқару, ол үлкен еңбек. Жығылғанға жұдырық демей, қолтығынан демеп қайта тұруына көмек беру сауапты екен ағайын. Ассаламу алейкум.